Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін мен Нұрсая достар, бүгін мен Тока-Бока қазақша сериал түсіретін боламын. Яғни Нелюбимая дочь екінші бөлім түсіретін боламын, яғни екінші серия. Сіздер видео басынан жатып лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Менде 3 выбор болып тұрды достар, қай сериалды түсірейін? Ойбай. Негізі мен сериалды аяқтаймын, осы полный Нелюбимая дочь аяқтаймын, и содан кейін менде 3 таңдау болып тұр. Біреуін мен түсіргім келеді, бірақ менде үшеуі де ұнайды, сондықтан қайсысын түсіретінімді білмей жатырмын. Комментарий жазып кетіңіздер. Біреуі инста-блогер, или тик-ток-блогер, или вообще көп балалы отбасы. Комментарийға жазып кетіңіздер, қайсысында көп комментарий болады, содан мен түсіретін боламын. Ал біз видеоны көп созбай кеттік. Ой, келдіңдер ма? Так, сен кетші бар. Жаным, қызым, қалайсың? Ой, мама, өзім жүре аламын, кетші. Жарайды, жүр. Кел, отыра ғой, саған тамақ қазір саған тамақ пісіріп береді ана ұлпан. Не істеп жүрсің? Бар тамағыңды істе. Бар, кет, тамақ істе. Так, ал мен вообще ұйықтаймын, менің миымды ашытып кеттіңдер вообще сендер ше. Мен ұйықтаймын өзім, и маған не шат етпеңдер вообще. Ұйықтаймын, все. Так, сен тамақ істе. Мен осы жерде отырамын қызымның үстіне қарап. Так, қызым. Мама, тоқта. Сумкамды ақтарма. Неге, қызым? Неге? Айжұлдыз, неге? Сол. Мен саған ақтар деп айтқан жоқпын. Мен саған ақтар деп айтқан жоқпын. Вообще тиіспейіңдер мен сумкама. Мен қарамаңдар вообще. Жарайды. Не болды екен? Не үшін оны жасап жатыр екен менен? Ну ладно, отыра берейін. Не істеп жүрсің сен, тамақ істесейсіз? Жарайды, қазір істеймін. Так, үйде тамақ қалмапты. Не болыпты қалмаса? Мороженое жейміз да? Сонда білмейсің ба? Жарайды. Немен өзіңе былқылдағын қойып жатырсың? Маған бермейсің ба? Мен саған сын олайын деп жабы өзіңді. Жарайды. Папа, сіз тұрыңыз, тамақ ішеміз. Сен шошатып біттің ғой мен, қыз. Сен қыз, мен шошатып біттің ғой. Бар кет. Барам сосын. Жарайды. Мен соқ қоймақпын ғой, қазір қоймақпын. 2 ауыз су қалды. Мама, мен ішетін шығар. Мама, тамақ пісті. Барамыз қазір. Жарайды. Неге алдымнан осы бара жатырсың? Мен осы бара жатқан жоқпын. Жабы өзіңді. Жарайды. Тұрсайшы. Тұрамыз қазір. Тұрамыз. Тұрдық қой бұл. Отырсай. Жарайды. Так, қызым, жіберсен. Ал неге менде соқ жоқ? Сіздерге соқ жетпей қалып еді. Жеткізбейсің ба енді маған не қыл дейсің? Ей, сен не істеп отырсың? Сол ғой? Адам нервысын ұстады. Мама, бұны үйден қуу керек вообще, маған да ұнамай жүр. Сол бір күні қуамыз сен қыз. Сіздер неге мені қуасыздар? Неге? Не шаруаң бар бізде? Неге сіздер мені қуасыздар? Мен сіздерге не істедім вообще?
Не істедің? Адамның нервысын ұстатып жүрсің. Мен кет құр бөлмеңе. Ну ладно. Мына тамағыңды сол жақта ішесің. Неге мені ешкім жақсы көрмейді? Неге? Ну неге? Ну ладно. Маған бәрі мен жартысын жеп қоя салайын. Бұны осы қызда бір адамның нервы ұстатыпты. Бұны лучше үйден қуу керек, мамам. Понятно сделай. Ну да. Қайқа бара жатырсың? Бөлмеме. Я саған біреу бөлмеңе бар деді ма? Бар жина. Мынаны да жинай сал. Жаным сол қызым. Кел, ойнай ғой, ойыншықтармен. Понятно, ойнаймыз. Ойнай бір. Мен үшін де күтіп тұрамын. Вообще, ана қызды менің ойымша қуу керек сияқты. Мен де ұйықтаймын. Менді ашытпаңдар. Жарайды. Бәрібір ешкім жақсы көрмейді, оны өзім де білемін вообще-то. Маған жылаудың қажеті жоқ вообще. Мен вообще неғып сүмірейіп жүрмін. Құл адам құсып. Бұл үйге. Маған бәрібір. Мені ешкім жақсы көре ма, жақсы көрмей ма? Мен вообще неғып жылап жүрмін. Көп. Маған бәрібір. Маған да бәрібір. Мен ұйықтаймын. Таң түн болыпты. Қызым ұйықтай ғой, жаным сол. Ұйықтай ғой. Ұйықтаймыз қазір. Білеміз, онсыз да бала емеспіз кішкентай. Ай, жарайды. Ана қызды ертең немесе бүгін үйден қуу қажет. Вообще, менің нервымды ұстатып жүрсе қыз. Так, и что? Ұйықтаймыз. Так, тағаны не ұйықтап жатыр ана қыз. Ай жұлдыз ба? Ұлпанбет кім еді өзі? Ұлпанбет, иә. Ұлпан! Мен вообще ұйықтаймын. Ей, қызым, сен неге ұйықтамағансың түнде? Ой, просто ұйқым келген жоқ, ал қазір келіп жатыр. Қазір ұйықтаймын вообще. Түнмен ойыншық ойнап шықтым. Ну ладно. Ей, Ұлпан! Ұлпан дейміз саған. Ұлпан! Ау, анашым не... Сөйлеме анашым деп маған. Ау, анашым. Не істеп жатырсың сен? Жай ұйықтап жатырмын. Неге? Бар. Неге бар деп жатырсың? Үйден қуылдың. Неге? Сол, үйден қуыласың. Все. Неге? Бәрі маған. Қусан қой бір. Жылама. Бір кет құры заттарын жина бар. Ермісті. Тұрса ие. Не болды? Короче, бәріміз бір жастарханға жинақ. Қызым. Тыңмет. Ай, жұлдыз, тұра ғой, қызым. Қазір тұрамыз. Так, мен бүгінге мамы кез оламын. Кел дастарханға бәріміз бірге отырып сөйлесеміз. Ну ладно. Мені қуайын деп жатыр. Не знаю. Мен бірақ не істеймін сосын мен қолғаннан кейін. Қайқа барам бәрібір. Мен не істеймін вообще оларға тымдас деген жоқ. Ыдыстарын жуып, тамақтарын істеп беріп жүрмін ғой. Қызық олар. Так, вот бәріміз бір дастарханға жинайықшы. Так, мам, не болды? Сразу айтыңыздар мен. Неге мені араластырып жатырсыздар вообще? Бұл отбасылық әңгіме. Короче, ана кімді? Ұлпанды
үйден қуып шығуымыз керек. Не үшін? Просто менің нервымыз жүр. Не үшін? Ей, айттық қой қазір ғана. Мақұл. Қусаң қуа берші. Сол қуа. Мам қуу керек. Оны вообще ешкімге қажет жоқ негізі. Да, конечно, қызым, дұрыс айтасың. Қазір оған барып айту керекпіз. Үйде оған беретін бір бәле бар ма? Ой, мороженое жегенге тояды да. Не істейді басқа? Мына жем-шеліктерді бере саламыз да. Не істейді? Өзімізде ақша толып жатыр, айналайын. Мен заттарымды жинай берейін онда. Так что? Сода мен кетейін деп жатырмын. Мам, мен кетем ба шынымен? Иә, заттарымды жина. Қазір бізде қазір қызым менің бір жоқтайды, и сен вообще шулама. И сен вообще біздің отбасымызды болуға лайк емес. И кетеді вообще. Сен бізге керек емессің негізі. Сол, маған заттарды сал да кет жібер. Кет, ұйықтаймыз. Ей, ұйықтай бермеші, неменес? Ұйықтай бересің, түнімен ұйықтадың ғонсызда. Мақылай. Дарына салу үшін менде шалбаң болмасын. Мә, тамақтарын мынаны ақ көтесің, мынаны ақ көтесің. В общем, үшеуінде ақ көте берші бір. Тоясың соған. И саған мороженое береміз. Мә, осыны алда кет жібер. Вообще кете бер. Или біреуін алда кете берші бір. Негізі сен бізге қажетін жоқ. Сосын кете бер. Ақ жол саған. Бара берші болды. Точно ма? Точно. Сіздер менімен қоштаспайсыздар ма? Сенімен қоштасудың не қажеті бар? Онсыз да бара берсейсіз, есік саған әрдайым ашық. Жарайды. Жарайды мам. Сау болыңыз. Все, пока, бара берші бір. Ну ладно. Мен қайқа барам вообще. Ой, бір... Аурақ, наконец, жақсы болды ғой, бір құсыш кетіп. Мен қайқа барам. Ну ладно. Барайын. Так, достар қарамаймыз, бұл жерде уборка болады. Бұл жерге очеке қарамай қойыңыздар. Бұл жерде уборка болады. Қарамай қойыңыздар, достар. Мен осыған кіріп жүрейін онда. Мына ерде коробкалар көп екен негізі. Енді мен осылардың бәрін алып тастап осы жерге заттарымды қоя берейін. Так. Маған осы тамақтарды салып берді деп қана. Мен бұған тоям ба вообще? Мен ол жерге шақырмады да ол. Мен вообще оларға не істедім? Шаруам жоқ. Мен оларға үшін үйлерін жинап беріп жүрмін ғой. Мен жинаған жоқ мен. Тамақтарын істеп бұтыштарын жуып жүрмін ғой. Ой, деп қойдым. Просто аппетитім ашылып кетті. Так, мен онда осы жерде ұйықтаймын ба енді? Бір соғып масқара. Қой соғып. Отыра берейік. Все так надо. Почти мен жалмаймын, мамам бәрі жүріп. Мен не істеймін да вообще? Адам бізге кіріп қалады. И так. Салайықнан. Так, мен үйіме қайтайын. Ла-ла-ла. Сен кімсің тағы да? Мен осы жерге қоныстанып келген қызбын. Қашанғы? Бүгін жай. Сен қаншадасың? Мен небәрі... Мен 7-демін. Не істеп жүрсің бұл жерде? Ой, просто мені мама папам қожет. Маған... Просто... Сен не істедің оларға? Мен просто так тамақтарын пісіріп, тамақтарын жинап жүрдім. Басқа ештеңе істеген жоқпын. Бұл ма? Иә.
сол жүрсің ғой жүрме? Білмеймін. Мен просто ол неде отбасыда мен нелюбимая дочкамын ғой. Сол үшін мен қойып жатты. Өлә масқара, сен вообще кішкентайсың ғой. Ужас. Масқара, сен өзің ақтырып жүрсің сонда? Я, не болды? Өлә масқара. Онда мен сізге ғана бір күнге осы жерде тұруға рұқсат беремін. То есть 2 күн. Келесі 2 күннен кейін мен уже бұл жерде менікі. Негізі бұл жерде мен тұрамын ғой, сен өзің келіп мен істеп аламын соны. Так, понятно, да? 2 күннен кейін сен білмеймін қайқа баратыңды, но сен азанда сақ тұрасың ба? Я, барамын. Ладно, давай онда. Қайлтын. Ойбай, қайлтын деп қоймын. Все, пока. Пока. Бір осы жер суық екен ше. То енді не істеймін мен? Тамақ жеймін ба, не істеймін? Давайте мына мороженое жеп алайыншы бүгін. Қылдақ мороженое. Пысымалымның неге? Маска ма? Бір құқтыр. Ужас, қорқынышты мына маска. Сақ қой берекші, біреуді шығар, ана кісіні шығар. Ана кісі андай, актер сондай сияқты мен ойымша. Оны қой салақ, нәрге қосып, мен нәрге қой салам. Шошқа ма? Так. Не істесем болады мен вообще. Менде вообще киімде жоқ қой, не істеймін мен? Киіммен жүре берем ба? Той бір мақұл. Мен не істеймін енді? Мақұл ұйықтайыншы. Так, түн болды. Так, мен ұйықтайын енді, не істеймін мен? Алтында сабақ қой. Жаурап жатырмын. Қандай суық мынау күн. Ладно, ұйықтай берейін. Таң атты. Таң атты ма? Мен сабаққа кешігіп бара жатқан шығармын. Не сабаққа барайын? Маған тез сабаққа бару керек. Сабағым. Так, тез сабаққа бару керек құрсын. Балалар неғып кешігіп жатыр екен, масқара. Ужас. Сұртырың қайда? Ұмытып кеттім. Сен жаңадан кейін... Я білем, не болыпты. Неге ұмытасың? Сама знаю. Ладно. Масқара, ужас, сразу ити бара жатырсың. Так, мен де сабаққа келдім. Так, сақтарымды салып қояйын. Бірінші сабақ бізде осындай сабақ. Ручкамды алып алайын. Так. Осы сабақ бірінші сабақ. Мыналарды қоя салайын. Құшай берейін. Саламатсыз ба, ағай? Саламатсың ба? Отыра бер кел. Сен жаңадан келген оқушысың ба? Ағай, мен ғой жаңадан келген. Молодец, кел отыр. Так, досың қайда? Білмеймін, мен досым. Қазір келетін жер? Білмеймін мен. Келетін жер қазір. Ла-ла-ла. Саламатсыз ба, ағай? Саламатсың ба? Отыра ғой. Привет! Маған бәрібір. Привет. Так. Так. Балалар, амандаспайсыңдар ма? Ой, ағай қойныш. Амандасқы ма? Кеп тұрған жоқ ағай сізбен. Не үшін? Білмеймін ағай, шаруам жоқ. Ладно, сабақ математикасын бастаймыз. Жазамыз 2 қосу 3. Кім шығады? Ағай мен. Жоқ. 5 болады ағай. Молодец, екеуіңді олимпиадаға дайындай керек. Ужас. Білім, олимпиада болайын деп жатыр, атын білмеймін әйтеуір. Сондай бір. Олимпиада болайын деп жатыр. Так, ағай келесі есепке мен шығайын? Қаш шығасың. Саған қиын есеп беру керек. 2 көбейту 4. Ой, ағай ужасына опынай ғой. 8 болады.
Молодец, 5. Келесі. Ең жаман қыздардың қатарында осы қыз. Хотя ең ойын есептедім. 2 қосу 1. Шығара аласың ба? Қанша болады? Ағай, мен білем. Айтшы ал. Білем ба ағай, білем. 0. Ағай, көрдіңіз ба, мен қандай смелыймын. Ағай, көрдіңіз ба, біз. Ағай, мұнаны бір дұрыс деп тұр. Дұрыс емес. 0 болмайды, конечно. 3 болады, ағай, мен білем, 3 болады. Маған бір. Келесі шығадым. Все, түрлен өзгертейікші құсын, не күттіз. Тұш. Келесі шығады, сен шығасың көтімік деп тұң. Шызеп шығара алмайсың, сен бар ол. Тым нервсызсың. Давайте, так, саған жазамыз. 3 қосу. Ойбай, кетті. 3. Қанша болады? Қазір көреміз, ағай, шығарып алайыншы бірінші. Так, ағай, қолмен санап тұр ғой мынау. Ятсыз, қалай қолмен санап тұрсың сен? Ағай, қолмен санауға болады. Ағай, болды, мен санап 5 болады. Точно ма? Я, 5 болады, мен қолмен санадым ғой, міне. Қарсаншы, міне. Міне 5 болды ғой. Сен санай алмайды кесін. 3. Ағай, не? Шық сен. 3 қосу 2. Ал жоқ. 3 қосу 3 давай. Қоңырау қайда? Тоқта. Ал мен үшін қоңырау емес. Жаз кәне. Қанша болады? 3. Ағай, мен білем 33 болады. Әне, ағай, көрдіңіз ба? 33 болады. 3-ке 3 қоссаң. Калькулятор есепте шал. Ағай, негізі просто 3. Ағай, неге? Соге саған. Келесі. Білетін шығарсың сен, көзіңнен бірден тұр ғой. 3 қосу 36 қосу 1. Тоқтан шағай, нормальный есеп жазыңызшы, пожалуйста. 2 қосу 2 білесің ба? Ағай, бұны білмейтін адам жоқ, 6 болады. Так, бүгін бізде Айгүлмен, міне ана ат Айгүл, короче, таныстырмаппын ғой, мына атын өзім білмей қалыппын. Ат Айгүлмен аты Ұлпан бірінші орын деппін ғой. Не? 5 алдым, молодец. Қоңырау болды ғой, сен басандыршы. Әне, 3-ке қоңырау болып қойды уже, сендер жазам дегенше. Келесі сабаққа дайындала беріңдер, пока. Той, ағай, неге демалмаймыз осы? Менен көрмеңдер. Ағай, сіз ғой. Немен? Мен неген бір? Так, балалар, саламатсыңдар ма? Саламатсыз ба? Не болып тұруға еніп қаласыңдар ма, не? Апай просто тұрғымыз кеп тұрған жоқ. Соғым. Мақұл тұра беріңдерші. Қандай сабақ қазір бізден? Апай, өзіңіздің сабағыңызды білмейсіз ба? Бір қыз қайда? Ай, ол кітабын ауыстырып келеді қазір, апай. Қайда жүрсің сен? Ай, просто так қалдым, апай. Ну ладно, бұл тез сабағымыз бастайықшы.
Балалар, сабағымызды бастаймыз. Қандай сабақ? Әдебиеттік оқу, иә. Кім түсінігі айтады? Өзім сұраймын. Өткендегі сабақ айтпағандардан бастап сұраймын. Так, ал бастаймыз. Ең бірінші Айжұлдыз сабақ айтпаған. Басқанда еді, апай. Білмей тұрғанның қазір-ақ көрініп тұр. Баяғыда. Отыр екі. Неге білмейміз, айтпайсың ба білмесен? Кім дайын? Содан бірінші сұрайыншы құрсын. Тоқта, келесім. Ерасыл. Жоқ, Ерасыл емес. Ерасыл басқасының баласы екен ғой. Тоқта, Ерасыл емес. Кім? Білмейме. Короче, білгендерден сұрайықшы. Айжұлдыз шыға ғой. Айжұлдыз сұрақ қойдым, ұлпан шығады. Қазір апай. Ал басты. Баяғыдай бір құрбақа бол. Құрбақа деп болған. Қоян болыпты. Қоян айтыпты. Неге ол мен бәрінен қорқамын. Менен қорқатын адам жоқ деп айтыпты. Деп өкініпті. Сөйтіп ол жарайды, мен суға түсіп жоқ өлемін деп суға қарай жүгіріп бартқан кезде суда қойлар су ішіп жатыр екен. Сөйтіп ол қоянның жүгіріп келе жатқанынан қойлар қорқып сырт кете қалыпты. Яғни қашып кетіпті. Сөйтіп қоян менен де қорқатын адамдар бар екен ғой деп өзінің үйіне қайтып кетіпті. Молодец, отыр бес. Күнделік. Міне. Аха, молодец. Отырамыз. Так, аха. Так. Так, балалар, сабағымызды бастап қойғанбыз, иә? Кім дайын басқа? Апай, мен. Мақұл. Ал бастам. Баяғыда бір құрбақа болыпты. Ойбай. Құрбақа деп бермеңдер, шемеймді штаб. Мақұл, қоян болыпты. Қоян ол неге мен бәрінен қорқамын, менен қорқатын адам жоқ деп өзіне өзі ренжиді. Сөйтіп ол өзенге барып, мен өзенге түсем де өлемін деп жүгіріп барыпты. Сөйтіп ол түсейін деп жатқан кезде, жүгіріп барған кезде қойлар оны көріп, шошып кетіпті. Сөйтіп қоян қуанып, алақай, менен де қорқатын адамдар бар екен, қорқатын жануарлар бар екен ғой деп қуанып кетіпті. Молодец, отыр. Қалған әріміз білмейміз. Жоқ. Ай, 1, 2, 3, 4. Төртеуін білмейсіңдер ма? Ойбай, кешіңдер. Сен, потом сен, и сен білмейсіңдер ма? Ужас. Балалар сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Мен кеттім. Ура, сабақ аяқталды. Сен үйіне барасың ба? Менің үйім жоқ. Қойшы, сенің үйің жоқ па, не? Ура. Ай, не просто. Үйің жоқ па, не? Мам папаң бар ма өзі? Жоқ, мен мама папам болған, бірақ негізі. Ура. Все, пока менің уақытым жоқ. Үйге қайтып кетем. Мені папам кететін шығар қазір. Папам туып отырмын. Всегда. Воды. Так. Үйім қайда менің? Үйім жоқ қой менің. Ладно. Так, достарым, білмеймін, жаңа мен сізге просто так сөйлеп отырмын.
мен өзі. Эх, сабақтан шаршадым, как всегда. Потому что менің тамақ істейтін ешкім жоқ еді. Ну ладно, осы мороженды жейін тоятын шығармын. Ну хотя бүгін 2 сабақ болды, нормально. О, скейтборд бар екен, кішінен. Уи, кішіке мен скейтборд. Ой. Ля-ля-ля, сыртқа шығып кішіне берейінші мұнда мен. Мұнда мен барып сыртқа шығып кішіне берейін. Ауи, 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 ауи. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ауи, 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 ауи. Тоқта, стоп. Тоқта. Ауи, ауи. Уи, 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 уи. Уи. О! Бісміллах, барайық шықсыңыз. Сәлем қала. Сәлем. Сәлеметсіз бе? Сен өзің кішкене аласың ба? Иә, мен кішкенен кезімнен сондай қабілетім бар. Ата-анаң қайда? Менің ата-анам жоқ, мен ата-анам тасып кеткен. Сен жасың қаншада? Мен жасым небәрі 7-те. Ужас, небәрі 7-тесің ба не? Иә. Ужас, мысқара, қандай күштісің сен. Сен скейтбордқа жарысына қатысасың ба? Иә, қатысамын. Тепші қайтты, мен қарап тұрайын, тоқта. Уи, фуша, ва. Ужас, сен жарысқа қатыстыру керек. Сен қандай керемет тебесің, молодецка. Сен молодецсің ғой, молодецка. Жүр, бірге жарысқа барайық тез. Мен дайындалған жоқ. Ертеңге дейін дайындала аласың ба? Әрине. Онда ертеңге дейін дайындал. Жарайды. Дайындал. Жарайды. Скейтбордпен дайындал, түсіндің бе? Жақсы. Достар, бізде екінші бөлім өте қызық болып жатыр. Сіздерге ұнап жатса лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер, менің еңбегімді бағалап. Мен онда ертеңге дайындалайын. Так, менен, менің жасым небәрі 7-те болса да, мен ешкімнен қорықпаймын. Уи. Все, мен дайынмын ғой уже. Мен дайынмын ғой жарысқа. Смело бара берсем болады. Қарамаймыз, достар, бардақ қарамаймыз. Шашылып жатыр бір жақ. Жарайды, мен онда үйіне кірейін, онда сразу мені ағай алып кететін шығар. Ойбай. Сіздер қойып қойдайын, ұйықтай берейін. Таң атты, мені ағай алып кететін шығар. Қазірнан төсегімді жинап қойын. Так, тамақты аузыма салып жеп алайын. Все, қазір ағай мені алып кететін шығар, осы жерде күтіп отыра берейін. Так, ана қызды алып кетейін, жаным, күшті кетші. Ва, вообще молодецкім. Келдің ба? Аха, жүр. Скейтбордыңды ал, жүр кеттік. Жарысқа барамыз. Уже сразу. Дайындалдың ба түнімен? Я, конечно. Молодец. Тұста бізде жарыс, бізге бірінші ақша алу керек. Жарысқа кететін, ладно. Жарыс. Осы жақта қаяды. Пожалуйста, болушы ғой, достар. Қайырет. Так, достар, қайсы еді уже есінде жоқ. Масқара. Қайсы еді, достар. Бір жерде жарыс болып масқара қайырет. Қайырет, достар. Достар. Қайырет еді, ужас. Не, ұмтайғылым тұқтым. Так. Бар еді ғой, бір. Скейтборд аламыз, достар, бар еді ғой. Қателік сол жер. Достар, в общем, бедеп санай берекші.
потому что мен таппай жатырмын, бүйтіп сынай береміз. Би қайда? Би. Осы жерде бүйтіп санаймыз. Понятно, да, достар екен? Так, и что? Кел жарысқа кел. Ағай, короче, анандай жарыс болмайтын болыпты. Мынандай жарыс. Кел, қызым. Анақта жарысатын болған ба? Сені саған сәттілік тілеймін. Рахмет. Киіп ал. Бір киімді қойсайшы. Рахмет. Кел, қызым, дайынсың ба? Ну, білем, дайынмын. Так, нең кезеңші? Жарысты көп созбай бастаймыз. Так, екі адам ортаға шығады. Жинап бастаймыз. Бізде кәдімгі коньки типі жарысы болады. Бастаймыз. Кеттік. Кеткенес. Так. Фычақ. 1-0. Жана, молодецка. Қолдаймын. Ақыламашы сен. Қызыл, көк. Бірінші кезеңде ана қызықты. Келесі кезең. Дайындаламыз. Бастаймыз. Екінші кезеңде 2-1. Дұрыс, жарайсың. Келесі 3-ші раунд. Бастаймыз. Мен істеп жүрмін. Молодец, 3-0. Ал бас келіңдер қыздар ортаға. 3-0 ұпайымен. Ұлпан ұтты. В смысле ұлпан? Қалай сонда? Ұлпан ұтты, молодец! Вау, молодец! Вау, ұқтаймын! Тут қалған нес? Жұртес қайты. Соболыңызды ващен қатыспаймыз. Ал ұтып алған адамға пәтер сыйлыққа беріледі деп кім айтты? Достар, екінші бөлім сіздерге назар лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Всем пока!